Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздермен осындай өте оңай салат малибудың рецептін бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге огурцы, помидор, сыр, майонез, сосиска болмаса колбаса да жарайды, және керешки, жүгері керек. Алдымен огурциларымызды кішкене кубиктеп турап аламыз, барлығын біртіндеп. Турап алғаннан кейін іші шұңқырлау ыдысқа саламыз, себебі араластырғанда төгіліп кетуі мүмкін. Енді осылай помидорымызды дәл огурцы сияқты көлемде турап аламыз. Қатты ірі қылып жібермейміз, немесе қатты майда қылып жіберуге де болмайды. Осылай барлығын турап аламыз. Сырымызды да дәл солай тураймыз. Барлығының мөлшерін мен описание бөліміне қалдырып кетемін, және сол мөлшермен жасасаңыздар 2 тарелка салат шығады. Менен 2 тарелка шықты, орташа көлемдегі. Және сіздер көп жасағыларыңыз келсе, 2 есе көбейтіп жасай бересіздер. Өте оңай, түскі шайға өте керемет кетті. Тамақпен жасап көріңіздер міндетті түрде. Осылай керешкемізді саламыз, және жүгерімізді де саламыз. Барлығының үстінен орташа көлемді майонезімізді құйып, дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей болды, салатымыз дайын, өте оңай. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер, сүйсініп жейді. Тамақпен өте жақсы кетеді, немесе қонақ күткен кезде де жасап көрсеңіздер өте керемет. Ал менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, сізден подписаться бөлімін басып кетуіңізді сұраймын, және алдын ала рахмет. Қазақ тілді YouTube каналының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Малибу салатын міндетті түрде жасап көріңіздер.